Баршаңызға қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге булочки секілді жұмсақ болып шығатын оладушкилердің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін толық көру үшін арнаға тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыз. Ең алдымен бізге айран қажет болады. Неге осындай айранды салқын болса, міндетті түрде отқа қойып жылытып аламыз. Енді таза ыдысымызға бір жұмыртқаны салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап жылыған айранымызды құямыз. Қатты ысытып қайнатып жібермейміз, тек жылыған болу керек. Жақсылап бір араластырамыз. Үстіне қант саламыз, тұзды қосып, және жақсы араластырамыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Үстіне қопсытқышты қосып, бір араластырып жібереміз. Шамамен 2 стакан ұн қосамыз. Жақсылап венчикпен жақсылап араластырамыз. Бізде қою масса шығу үшін мен үстіне тағы да ұн қостым аздап. Жақсылап түйіршік қалмайтындай етіп араластырып аламыз. Неге бізде осындай масса шығу керек. Енді 10 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Табамызды отқа қоямыз. Майды шылқылдатып құймаймыз. Аз ғана май құйып, ақырын отта осылай қасықтың көмегімен немесе кондитерлік мешокты қолдансаңыздар болады. Бетін жауып қоямыз, асты қызарғанша 1-2 минут отта ұстаймыз. Отты ақырынға қойып қойыңыздар. Келесі бетіне аударамыз. Және 1-2 минут отта ұстаймыз. Мінекей біздің жұмсақ, биік болып, оладушкилеріміз биік болып шығады. Келесі қамырларымызды да дәл осылай барлығын құйып қайталап шығатын боламыз. Еш қиындығы жоқ, өте тез дайын болады. Мінекей достар, біздің жұмсақ, әдемі булочки секілді оладушкилеріміз дайын. Ортасы да әдемі, жақсы болып піседі. Өте оңай дайындалады достар, ешқандай қиындығы жоқ. Күнде таңғы асқа балаларға жасап дайындап берсеңіздер болады. Яғни оладьи жасаудың түрлері өте көп. Қаймақпен жасасаңыз да болады. Бұл жолы айранмен, кефирмен жасап көрдік. Өте әдемі, биік, бұл өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Сіздер де дәл осылай, осы рецептпен жасап дайындап көрсеңіздер болады. Видеоның соңына дейін тыңдап көргеніңіз үшін алғысым шексіз. Егер де арнаға жазылмаған болсаңыз, арнама жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Баршаңызға ас болсын.